айдың өзінде 3000-ға жуық пәтері бар қазақтар анықталды. Ең кемі 500 миллион теңгенің айналасы пәтердің құнының. Осы шетелдегі жылжымайтын мүлкі бар адамдарға неге салық қарастырылмаған, неге оларға салық салынбайды? Сол кезде біз олардың жасырылмайтынының барлығын жасыруға бәріне бөгет болатын едік, осы табыстарын. Екіншісі, зейнетақы табыс салығы деген бар бізде, оны жақсы білесіздер, 10%. Бұл негізінде таза алдау деп ойлаймын өз басым. Өйткені зейнетақы табыс емес, ол жинақ. Ал оған жинаған ақшадан табысын ол төлеп тастаған, әрбір айлығында табыс салығын төлеп отырады. Сіздер бір жерден 2 есе салық алып отырсыздар. Осыны шештіңіздер ма, шешкен жоқсыздар ма? Ескертуіңізді түсіндік. Мен екі тілде бірде еркін айта аламын. Бүгін салық кодексі болғандықтан кейбір мынандай спецификалық терминдер болғасын орысша айтқан болатын, бірақ мен бұл кодексті тағы рет сіздердің алдарыңызда ұсынған болатын, айтқан болатын. Енді сіз сұрақтарға көшетін болсақ, мысалы басқа елдерде неге біз олардан салық өндіріп алмаймыз деп сұрап жатсыз. Біріншіден, бұл мүліктің пайда болуы немесе заңды ма, заңсыз, бұны қазір бас прокуратура шеңберінде комитет өзінің жұмыстарында пайдаланады деп ойлаймын. Ол біздің енді олигархтардың меншіктері ғой, немесе заңсыз табылған, немесе қылмыстық түппен табылған мүлік болуы мүмкін, оны тексереді, оның құқық органдарының шеңберінде. Ал мүлік салығы бойынша қай жерде мүлік орналасқан, сол жер ол салықты өндіріп болады. Мысалы, бізде пәтер сатып алса, Дубайдың азаматы, оның салығын бар ғой, Дубайдың мемлекеті сұрамайды ғой, оның салығын біз сұрап аламыз. Сондықтан ол салық қай жерде тұрғылықты жер, сол жерден өндіріп алатын. Жергілікті, мысалы, егер ауылда үйіңіз болса, сол районның бюджетіне түсетін салық қой. Сондықтан бұл қаралған жоқ сұрақ. Екіншіден, зейнетақы қорынан төленетін төлемдерден салықты ұстап қалу жағында жан-жақты қаралып, қазір осы жаңа салық кодексі шеңберінде бұл сұрақ шешілді. Егер редакцияны қарап шықсаңыз, ол сұрақ как раз көрсетілген болады.